не жооп берет. Экөөсү да жооп берсеңиз болот. Коронавирус не ойлойсуздар? Шығып кеткен емес, кәдімгі вирус сияқты енді оған қатты паника салуға деп қажеті жоқ сияқты деп ойлаймын өз басым. Менің ойым сол. Қазақстанда табылып жатыр деді, Семейде деп отырсыздар, қорықпайсыздар ма сонда? Жоқ, Семейде тауып жатқанда Семейде ол ОРВИ деп көрсетіп тұр ол. Халық өте қатты ондай немеге берілу қажет емес сияқты. Кәдімгі өзімізде қалыпты бір қалыпты өмірімізде бәрін тазалығымызды сақтап, қолын жуып жүре берсек, алға шығып соған жұқпайды деп ойлаймын. Паника создавать етпе керек, коронавирус бар деп. Халыққа өздерінің бәрі өздерінің тазалық сақтаса бәрі Өздеріңіз қандай тазалық сақтайсыздар? жуып жүру керек, өзіміздің спортқа қатты жүру керек, бәрі иммунитетті бәрі спортқа дейін кетесіз, тазалыққа жатса болды, одан артық не керек. Қазақтар енді бұрыннан бері келе жатқан өзінің салт дәстүрін сақтап тазалық ең бастысы. Одан артық керегі жоқ. Саламатсыздар, теңгенің құнсыздану туралы сіздің ой пікіріңіз қандай? Теңгенің құнсыздану ол негізінен мұнайға байланысты деп ойлаймын. Қазіргі таңда коронавирусқа байланысты мұнай, басқа да экономика төменге түскендіктен осы теңге де уже өзінің құнсыздануын ары қарай жалғастырып жатыр. Өзімнің ойымша осы мұнайға байланысты бар. Егер де мұнай көтерілсе, тұрақтандырса, теңге де өзінің тұрақтылығына келіп тұрады. Екінші сұрақ. Коронавирус жайлы не ойлайсыз? Коронавирус ол өте қауіпті індеттердің бірі қазіргі таңда әлем бойынша. Енді бір құдай береді ғой, қалай болатынын. Өз ойым, егер де дұрыс жүріп, шұғынып, гигиеналық ұстанып жүрсе, адамдар өзі сақтық шараларын қолданса, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сол. Рахмет. Біздер олай болмайды деп ойлаймын. Чтобы не шумели, не паникер, чтобы қазір базарда, например, адамдар тамақ сатып алып, 5 килограмммен, я думаю, это ничего не надо. Душта болса, пожалуйста. Не за что. Негізінде айтады ғой, коронавирус жайлы, мысалы коронавирустан қорқасыз ба сіз? Сәлеметсіз бе, қорықпаймын, неге қорқады, бір Алла сақтасын деп жүрміз. Көпшіліктен көрген ұлы той дейді ғой, қайдан білейін енді. Мүлдем қорықпайсыз? Қорықпаймын, Құдай сақтасын. Қандай сақтық шаралар қолданып Сақтық шарасы енді қолымызды жаңағы жуамыз сабындап қайта-қайта. Маска кие дейдім, бірақ маска кие алмаймын. Бұндағы антигриппаға нелер бар ғой, маздар. Қалай еді ол түсіме не дейді? Сондай жағамын. Бальзам жағып шығамын деген. Ондай нелерді жағып шығамын деген. Қолымды күнде қайта-қайта жуып тұрамын мына жерде. Сондай басқа сақтық шарасы енді. Өзімде орми деген жоқ, Құдай сақтасын. Үйімде ондай жоқ. Үйде сол бөлмелерді жуып тазалап, ашып терезелерді. Сол енді сақтық шарасы. Құмалда жоқ, Құдайға шүкір. Рахмет. Теңгенің құнсыздану туралы не ойлайсыз? Теңге өзінің қалыпты жағдайын сақтап тұратын шығар деп ойлаймын. Доллар қазір көтеріліп жатыр ғой енді, 400-ден асып кетті. Бірақ та Барлығы қалыпты болады. қалыпты болады. Неғұрлым жақсы жаңалыққа дайын болу керек қой адам. Жаман ойдан аулақ болған дұрыс. Коронавирус жайлы ойыңыз өзіңіздің? Әркім өзінің жеке гигиенасын сақтау керек. Сол айтылып жатқан ескертулерді, сақтық шараларын орындайтын болса, әркім өз денсаулығына жауапты ғой. Сіз қай осы сақтық шараларын өзіңіз қолданып жүрсіз қазір? Сақтанып? Қазіргі кезде лимон мен ыстық су ішіп жүрмін. Сол қолымды әрбір кірген шыққан сайын жуамын салдап. Пока енді өзім бөтеліп жүрген жоқ, сондықтан маска киіп жатқан жоқпыз.
қорықпауымыз. Қорықпайсыздар, иә? Болды, рахмет. Қорқуға болмайды. Жарайды, рахмет. Теңгенің құнсыздануы жағынан. Ол жайды мен білмеймін ба. Білмейсіз. Білмеймін, маған бәрі Жарайды, онда сізге басқа мәселе қойсам ше, апа. неме? Осы ана коронавирус жайлы өзіңіздің ойыңыз. Түк болмайды, жақсы. Біз полигон кезінде бізде полигоннан қорықпаймыз. Қорықпайсыздар? Да. Полигон, 20 жыл полигонда тұрғанбыз. Одан да қорықпайсыздар. Қорықпаймыз. Солды, 20 жыл полигоннан да қорыққан жоқ. Жарайды, рахмет. Так что қорықпаймыз. Қайырлы күн, сіз теңгенің құнсыздануы туралы не ойлайсыз? Оны енді ойлағанда қазір енді бізде доллар қымбаттап тұр, сол себептен теңге енді түседі деп ойлаймын. Алып қандай қосарыңыз бар? Басқа алып қосарымыз жоқ енді. Ол бір жағынан елге де халыққа да пайдалы деп өзім ойлаймын. Қазір көбісі доллармен ғана қазір көбінесе мемлекеттерде уже жан-жақтарда любой мекемеге барса қазір мемлекетте енді ақша зарплата бергенмен басқа жерден товарлар бір қымбат сатып алсаңыз мысалы доллармен есептеп береді. Сол себепті мысалы доллар емес мысалы өзіміздің теңгемізбен есептеп түсіріп немесе халыққа пайдалы деп өзім ойлаймын. Енді бір жалпыламай сұрақ қойсам, осы коронавирус жайлы сұрақ қоямын. Коронавирус жайлы көзқарасыңыз. Коронавирус жайлы өз басым сенбеймін. Просто қазір қарап тұрсаңыз интернет желісіне неше түрлі адам біреу былай дейді, біреу былай дейді мысалы. Кеше біреу мысалы кеше айтып отыр, ойбай жылқыны етін жеу керек, біреу ананы жеу керек дейді. Ол адамның өзінің тазалығы, гигиенасы дейді, мысалы соны тазалап қолданса, енді қазір көп айтып отыр, жалпы мен айтқанда маска кию керек, анау кию керек мысалы. Енді ажалдан келсе, ажалдан ешкім қашып құтыла алмайды деп өзім ойлаймын. Жарайды, рахмет аға. Амансыз. жүре беремін. Тапқанша. Күндеріне қарап қайсысы добрый шығып жатсын? Жүре беремін. Қайырлы күн, жалпы коронавирус туралы менің жеке ой пікірім мынандай. Жалпы коронавирус деген емі жоқ дерттің бірі болып табылғанымен қарапайым халыққа ол ешқандай қиындық тудырмайды деп есептеймін. Себебі қарапайым жеке бас гигиенасын сақтап жүрсек, барлығы жақсы болады. Ал теңгенің құнсыздануға келетін болсақ, жақын арада ұлттық банк өзінің жеке әрекеттері арқылы теңгемізді тұрақты түрде сақтауға әбден іс-әрекеттер жасауда. Сонымен қатар жалпы осы екі оқиғаны біріктіре отырсақ, қарапайым халыққа айтарым, коронавирустан бекерден бекер қорықпай, бейбалам салмай, паникаға берілмей, қарапайым өзінің қалай өмір сүріп жүрсеңдер, солай өмір сүре беріңіздер. Ең бастысы сол.